Саламатсыздар ма балалар? Бүгін мен 6 сыныптар бойынша жаратылыстану пәнінен қашықтықтан сабақ беремін. Пән мұғалімі Шықшанбаева Жұлдыз. Сабағымыздың тақырыбы экожүйенің ауысымы. Оқу мақсаты экожүйе ауысымдарының себептерін түсіндіру, бағалау критерийлері экожүйе ауысымдарының себептерін анықтайды. Экожүйе ауысымына көбінесе климаттық жағдайдың кенеттен өзгеруі, күн белсенділігі, таудың түзілу үдерісі, жанартаудың атқылауы әсер етеді. Бұл факторлар абиотикалық факторлар, өлі табиғат факторлары деп аталады. Экологиялық факторлар ағзадағы бейімдеушілік реакциялар немесе бейімдеулер арқылы жауап беретін қоршаған ортаның кез келген элементі немесе жағдайы. Ал абиотикалық фактор организмге әсер ететін биорганикалық ортаның жиынтығы деп атаса болады. Олар химиялық және физикалық деп бөлінеді. Сол сияқты жердің рельефі деп те атаса болады. Ал биотикалық факторы тірі организмдердің бір-біріменен және ортаға қарым-қатынасы жағынан әсер етуі. Бұл өте күрделі процесс жиынтығы. Өйткені тірі организмдер бір-біріменен қоректенеді, бәсекеге түседі, паразиттік, жыртқыштық, селбесу тіршілік етеді екен. Сол сияқты қарым-қатынаста да болады екен. Аталған қарым-қатынастар өсімдік пен өсімдік, жануарлар мен жануарлар арасында болуы мүмкін. Экологиялық факторлар биотикалық, абиотикалық болып бөлінеді екен. Экожүйенің ауысымын түсіну үшін көлдің батпақтануын мысал келтіре қарастырайық. Алғашында көлдің бетін қалқып жүрген әртүрлі өсімдіктер жайлап алады. Уақыт өте келе қураған және шіріген өсімдіктер көл табанына жинала бастайды. Көл табанындағы өсімдіктер жануарлар қалдықтарының көптігінен және оттек жетіспегендіктен редуценттер оларды өңдеп қорыта алмай қалады. Нәтижесінде торф пайда болады. Көл біртіндеп таязданып, біраз жылдан кейін лай батпаққа айналады. Бұдан кейін батпақтың айналасына ағаштар өсіп, біртіндеп орман пайда болады. Осылайша экожүйенің өсімдік және жануарлар түрі толығымен өзгереді. Бұрынғы көлдің орнына орман экожүйесі орнығады. Бұл суретті 138 суреттен көлдегі экожүйе ауысымын көрулеріңе болады. Тапсырма енді сендерге. Балалар, сендер бүгін экожүйе ауысымы жайлы біраз мағлұматтар алдыңдар. Енді сендерге тапсырма, бірінші, екінші тапсырма орындап, WhatsApp жүйесі арқылы маған жібересіңдер. Екінші тапсырмам Қазақстанның әртүрлі экожүйесіндегі өсімдіктер мен жануарлар дүниесі туралы анықтама бересіңдер. Түрлі мәліметтерді қолдана отырып, корректтік байланысты сызбаға жасаңдар. Кестені өсімдіктер мен жануарлармен толтырасыңдар. Үйге тапсырма. Оқулықтан 176 бетті параграф 49 параграфты жақсылап оқисыңдар. Енді құрметті білім алушылар, сабақтағы іс-әрекетті кері байланыс күтемін. Яғни тапсырмаларды орындасаңдар, мақсатымызға жеттік деп ойлаңыздар.